Сәлеметсіздер ме, бірінші сынып білім алушылары. Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Қазақстанның қалаларына саяхат. Балалар, бүгінгі сабақта сіздер есеп, кері есеп ұғымдарын қайталайсыздар және сөзді есептерді шығарасыздар. Енді оқушылар мұқият зер салып қараңыздар. Суретте не көріп тұрсыздар? Бұл Қазақстан Республикасы, біздің еліміздің картасы. Енді осы карта бойынша біз бүгін сіздермен елімізге саяхат жасаймыз. Қазақстан Республикасында қандай қалалар бар екен, сол туралы білетін боламыз. Балалар, қараңыздаршы, мынау қандай қала? Бұл еліміздің жүрегі, еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласы. Енді оқушылар, Нұр-Сұлтан қаласы сіздерге тапсырма даярлап қойыпты. Дәптерлеріңізді ашып, бүгінгі күнді жаза қойыңыздар. 27 қаңтар, номер 1. Нұр-Сұлтан қаласының тапсырмасын оқиын. Сырымға Қазақстанның 8 қаласының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атауын жаттап алды. Нешеуі қалды? Сонда бізге Сырымға берілген қаланың сандары берілген. Сырым Қазақстанның 8 қаласын жаттап алу керек екен. Бірақ ол 6-ауын ғана жаттады. Сонда Сырымға тағы нешеу жаттау керек? Есептің сұрағына мұқият назар аударыңыздар. Нешеуі қалды? Олай болса, берілгенін жазайық. Тапсырылды 8 қала, жаттап алды 6 қала. Қалды неше қала? Бұл есепті шығару үшін біз азайту амалын қолданамыз. Неге? Себебі барлық қаланың саны бізге белгілі. Және Сырым жаттап алған қалалардың саны да белгілі. Бізге тек қана қалған қандай қалалар қалды, соның санын табу керек. Сонда 8 пен 6-ның айырмасы 2-ге тең. Демек Сырымға тағы 2 қаланы жаттау керек екен. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласының тапсырмасын сәтті орындадық. Енді суретке мұқият назар аударыңыздар. Бұл қандай қала? Қазақстанның қай қаласы деп ойлайсыздар? Артында тау бар, үлкен-үлкен ғимараттар. Бұл бізде Алматы қаласы. Балалар, Алматыға барып көрдіңіздер ме? Олай болса, Алматы қаласының тапсырмасын шешейік. Номер 2. Сырымға Қазақстан қалаларының атауын жаттап алу тапсырылды. Ол 6 қаланың атын жаттап алды. 2 қаланың атауы қалды. Оған барлығы неше қаланың атауын жаттап алу тапсырылды? Бұл жаңағы есепке кері есеп екенін көреміз. Есептің берілгенінде 6 қаланың жаттап алғаны белгілі. Және 2 қала атауы қалғаны белгілі. Сонда бізге барлық қалалардың санын табу керек. Балалар, біз барлығын табу үшін қандай амалды қолданамыз? Әрине, қосу амалын қолданамыз. Олай болса, есептің берілгенін жазайық. Тапсырылды белгісіз қала, сұрақ белгісін қоясыздар. Жаттап алды 6 қала, қалды 2 қала. Барлығын табу үшін 6 мен 2-ның қосындысы 8-ге тең. Демек, барлығы тапсырылған қалалардың саны 8 қала екен. Жарайсыңдар балалар, өздеріңізге қол шапалақтап қойыңыздар. Ал келесі суретте қай қала деп ойлайсыздар? Бұл да Қазақстанның ең үлкен қалаларының бірі. Бұл балалар Ақтау қаласы. Балалар, Ақтау қаласының тапсырмасын өздеріңіз орындап көріңіздер. Номер 3 есеп. Ұзындығы 60 сантиметр таспадан бірнеше сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 сантиметр таспа қалды. Неше сантиметр таспа қиып алынды? Балалар, бұл есепте сіздер ұзындығы
60 сантиметр таспадан 20 сантиметр қиып алғанын көріп тұрсыздар. Енді қанша қалды, соны табу керексіздер. Есептің берілгенін жазуды ұмытпаңыздар. Содан кейін есептің шешу жолын азайту амалын қолданамыз ба, әлде қосу амалын ба? Соны жазасыздар. Оның астына жауабын жазыңыздар. Ал енді келесі қаланың тапсырмасын орындамас бұрын қай қала екенін тауып алайық. Бұл қандай қала? Балалар, бұл Ақтөбе қаласы. Қазақстанның ең ірі қалаларының бірі. Ақтөбе қаласы да сіздерге есеп алып келді. Номер 4-ші тапсырма. Таспадан 40 сантиметр қиып алынды. Онда тағы 20 сантиметр таспа қалды. Таспаның ұзындығы қандай болған? Бұл жаңағы есепке кері есеп екенін көресіздер. Демек, таспаның барлық ұзындығын табу үшін біз қандай амалды қолданамыз? Ең алдымен есептің берілгенін жазып, одан кейін шешу жолы есепті жазасыздар. Астына жауабы неше шыққанын жазуды ұмытпаңыздар. Балалар, бірінші есептен бастап номер 4-ші есепке дейінгі берілгенін, шешу жолын және жауабын дәптерлеріңізге әдемілеп жазып алыңыздар. Үй тапсырмасын жазыңыздар. 21-ші бетте номер 3-ші тапсырма. Онда сіздерге қосынды және айырманың компоненттері берілген. Кесте түріндегі есепті сіздер жай есеп түрінде жазасыздар. Мысалы, бірінші кестеде қосылғыштардың саны белгілі. 40 пен 30. Сіздер қосындының мәнін табу керексіздер. Ол үшін не істейміз? 40 қосу 30 тең 70. Жарайсыңдар. Осылай есеп түрінде жазып, маған кері байланыс жіберіңіздер.